Қазақша анекдот. Бір күні орыс, өзбек және қазақ үшеуі кім көбірек су астында дем алмастан тұра алады деп жарыспақшы болыпты. Ең бірінші болып орыс суға түсіпті. Ол суға мұрнын қысып секіріп кетті. Ал қазақ пен өзбек 1, 2, 3, 59, 60, 61 дегенде судан шыға келіпті. Екінші болып өзбек суға түсіпті. Ол 1,5 минуттан соң судан шыға келіпті. Кезек қазаққа келгенде бірден суға секіріп кетіпті ғой. Орыс пен өзбек санап кетеді. 1, 2, 3, 261, 262, 263, 264, 265 дегенде ғана судан шыға келіпті. Орыс пен өзбек не, қалай, не болды деп сұрап жатса, Қазекең де саспастан, мына дамбалым ілініп қалмағанда тез шығар едім ғой депті.